kasiyetin, Ostazım var senin kasiyetin. Benim bergen, oy bergen, akıl bergen, Көз алдымdan кетпейді авасың бейнең. Остазым, ақылшы дос, той арманым, арын алсын саған осы аяулы әнім. Біздерді үміт алдан, ұстазым мен сені ұмыта алман. Үйретем деп өмірдің парасатын, ағарды ғой біз үшін қара шашын. Остазым, ақылшы дос, ой арманым, арын алсам саған осы аяулы әнім. Остазым, ақылшы дос, ой арманым, арын алсам саған осы аяулы әнім.
Aleykümselam degelim, özüne de Allah'ın nuru olsun degelim. Başlarınızdan bakmayı artmasın. Köklerinin kolu olan, köklerinin kolu olan, Solo Piyas'tan bir yetmegeninde nömrü 24. Mektim Türkleri. Bugünkü basması belgelerimiz kutlu olsun. Ulamatlı ustazlar kavmi, canlı 25. May Mamur geldi. Sizlerin belgeleriniz, bugünkü belgelerimiz cennede kutlu olsun diyebiliriz. Kadınlarımızga sәттілікteyiz. Бірimiz oydan, birimiz kırdan olsun. Қаншама жыл артқа тастап, сол сағынышты көңілдерімізбен, сағынышты ниеттерімізбен, сағынышты кеуілдерімізбен бас қосу мерекесін жасап жатсыздар. Ұзағынан болсын, 30 жылдыққа қарапмас, әлбетте бастарыңыз құрала берсін, қосыла берсін деген ниетіміз бар. Мектебің маған құласын, осында 10 жыл тұрасың. Шуылда ол кіресің, қуырдан болып шығасың дегенді. Қуырдан болып шығып, бүгінгі үлкен бір жақсылыққа қарамас, өз қалаларымызбенен кірпіш болып қаланып, елдің абыройына бөленіп жүрген азамат пен азаматшаның бірісі. Барлықтарыңызға жүрген жерлеріңізде нәтижелеріңіз мол болсын, көрген билеттеріңіз той болсын. Бұған дейінгі көрінген балаларыңыздың алла қызығын көріп, кеуілдерің жақсылыққа көңілдерің шаттықта жүрсін деген ниетіміз бар. Мерекелеріңіз және де құтты болсын. Бұл енді басқосудың себебі өте қызық, өте керемет. Мектеп уақыттағы шақтарымызды, небір қызықтарымызды ойымызға алып, бір-біріміздің әзілімен жанасатын құрдас қой, дос өкіліп достар, қысылғанда қол беретін достар дейді. Бір-біріне қол көмегін, тіл көмегін, яғни жетпей жатса тұл көмегін көрсететін достар аман болыңыздар дегіміз келеді. Мерекелерің және де құтты болсын. Дастархан мәзірі сіздер үшін дайындалған барлық тағам, барлық ас алдарыңызда жақсылап ал болғандарыңызға жеткізсін. Біздің бұл енді үлкен жастардың тойы емес. Пәленшек деген ашып берсін дастарханды деп жатады. Сондықтан енді ондай той емес, қазір стандартына кілең аламыз. Оған дейміз бір әдемі ән жолдайық, асықпай арқамызды кеңге салайық, отырыстарыңыз және де жайлы болсын дегіміз келеді. Бір әдемі ән достардың басқосу мерекесіне өзіңізбен болса. Аулаңызға белгілі, көмейінде сыңғырлаған сүйкімді үннің күрпесі бар. Әнші бұлбұл керемет. Жүз қараңда көрмей тұрған шығар, екеуміздің сүйетіміз таптыра. Осы неге болдырмай шығар, жарықта тұрайықшы. Әлия ханым, аулаңыздың кәдімгі бұлбұлы, дауысы керемет, өзі қандай көрікті болса, дауысы сондай көрікті. Өтіп оның ешін шабада болмаққа шықты. Осы құрметтен қойыңыздар. Әлия ханым ән салады, қабылдаңыздар. Қайырлы кеш. Бүгінгі мына мерекелеріңіз құтты сіздердің құрметтеріңізге, достардың құрметіне бас қосу фестивалін жолдаймыз. Қабыл алыңыздар, қолдан келсе көтеріп көңіл күймен отырайық.
Кызашым шырман асфальтқа есейіп қалды қалай бер алғашқы қоңырау әлі есімде қуаныш қызық бала күндер соңғы қоңырау әлі есімде сақталды мәңгі жүректе аяулының ұсақтары басыңды елсіз берген ақталды менің ұрластарым арнаулы әлім сендерге жиырма жылға құтты болсын өмір ғарыштарыңыз басқасының сәтті іздеген еңбегіңізбен қошемет жасап қайрат кешілерге алғашқы қоңырау әлі есімде қуаныш қызық бала күндер соңғы қоңырау әлі есімде сақталды мәңгі жүректе аяулының ұсақтары басыңды елсіз берген ақталды менің ұрластарым арнаулы әлім сіздерге Рахмет достар, отырыстарыңыз құтты болсын. Еркінбей билеп жатқан азамат пен азаматшамызға апайымызға рахмет деги. Келгендеріңіз алға көтерсін. Бүгінгі тойда әнқылар, салтанаты мен сәнқылар ерекшелеп, ақылына төрінде жақсылық пенен тойлар, тойларын тойға аласын. Бекарыстан билігіндегі 1978 жылдарды қоясын. 78 мерекелеріміз құтты болсын. Рахмет. Ал құрметті достар, құрметті құрдастар, қадірменді ұлағатты ұлысты ұстаздар қауымы, мерекелеріңіз құтты болсын. Енді біз қазір ортаға ата-анадан кейінгі білім мен өнегесін дарытып, екінші ата-ана болып сіздерді үлкен бір қияға қанат қақтырған ұлағатты ұстаздар қауымы келіп отыр. Ұстазыңызды адамның бойына білім мен еңбекті еңсегетін жан. Мұғалімдер білімнің қайнар көзі, жас ұрпаққа өнеге әрбір сөзі. Ұлағатты ұстаздың әрбір айтқан сөздің өзі, ғылымға да жол бастаған соның өзі дейді. Мінекей, кәдімгі адамның бойына білім мен еңбек тигізген жан, ұлағатты ұстаз, осы 78-ші жылдар, 1995 жылы мектепті бітірген шағында, осы 24-ші мектептен тізгінін ұстап, тұтқасын ұстап, елге сыйды, елге ардақты, елге құрметті, елінің елеусі, халқының қалаулысы болған, елдің елеулі азаматына айналған Әли Қасым мырза сол кезде директор болған ағайынды. Сол кездегі директорымыз қазіргі осы балаларға барлығына оң сапар тілеп, жақсылығын тілеп жүретін Әли Қасым. Көріне берсін ағайжан, тойда алтын басын, түрлі өрмелесін дейміз. Ағайжан өрмелесін. Рәсімін өткізіп деп, тойдана шақырып жолдамыз. Рахмет. Енді осы ағайымыздың жанына біздің ағатты ұстаздарына бірге ақ жеңін қабылдайтын деген ниетпен ортаға шақырғанды жөн көрдік ағай. Енді
Үйдегі үш баланың өзіне қиналып кетесің. Тәрбиелеуде. Бұлар қанша балаға ие болып, осылардың барлығына үлкен бір жақсылығын тілеген, осы істерге класс жетекші болған жанның бірі Қапар Болатбек мырзаны қол соғып тойымыздың төріне шақырамыз. Қошеметтеңіз ағайын. Болатбек ағай сіздердің класста сияқты. Кеуіліңіз ғой аға. Кеуіліңіз алға көтерші. Осылай кеуіліңіз көрпасын көзіңізді құрметтейтін, өзіңізді ұқпайтын. Енді бұра жігіттердің ұсынысы бойынша бұл жерде көптеп болмасын. Тілекті қысқартайық, тілекті топтамадайық деген ниет қылды. Өйткені тойымыз ғой ұзақшылық сөйлеп тұра білемін. Біз енді ұстаздардың бәрін бірге шақырғанды жөн көріп отырмыз ағайын. Әрбір ұстазға осылай орнымыздан тұрып қол соғып отырайық. Бастауыш мектеп класында ә деген әріптен бастап 42 әріпті бойына сіңірген балалардың өте қиын кезеңді, қиын заманды басынан өткерген аяулы, ақылшы, ұлағатты, құрметті, қадірлі, сыпайы, сымбатты, ұлағатты ұстаз Сәдуағазма Райхан ханым, той жөнінде құрметпен қарсылайық. Осының жолдасы, осындай үлкен бір сапарға, үлкен бір жақсылыққа жетелеп отырған ағайымыздың жолдасы Кеуілімжай ағайымызды қол соғып қарсылайық. Және Жібекәлиева Рамай апайды шапалақпен шақырайық. Қол соғып құрметтеңіз ағайын. Отыра беруге болатын шығар негіздерді. Қазір тілек айтып тұрғанын тұрдан шапалағынан жоқ ол жер. Абай жүрген көріп беғылар ана жақтағы жігіттер. Бұл жердерде өздеріңіз оқыған балалар. Қазір бұрынғыдай емес, өздерінің құдай қосқан қосағына қалаған жарына табылып, қазір бала сүйіп отқан жандар. Енді бір жағын танымауларыңыз мүмкін, танымайтын келіндер болса арасында сұрақ қоюларыңызға болады. Сосын айтатын тілегіміз, сіздер тілек айтып болғаннан кейін балалардың қандай кішкентай кезінде қандай қылығы болды, әсіресе Маршалов мектебіндегі ұстаздар. Сол бір қызықты сюжетті айтып өтсеңіздер деген ниет бар. Қасым ағай, ақылетті өзіңізден бастайық. Сіздерге ниетті келгіздім. Сондықтан мен қуанамын. Мен тағы неге қуанамын? Кешегі біздің мектептенші 20 жылдың педагогтер түлектер бүгін үлкен аға болып отыр. Бүгін әке болып отыр. Бүгін мен мысалы таныстыратын, танитын тағы жігіттері қосылып отыр. Келіндері қосылып отыр. Сондықтан баяғыда емес сіздердің алдында ақыл айтылмаймын. Ақыл өздеріңізде, сіздердің азамат болған көріп тұрғаныңыз өзде үлкен ақыл, үлкен бір мәртебе, үлкен биік шың. Сол үшін біз сол дәрежеміз қоғамдық. Сондай дәрежеге жетемізде біз өзіміздің бар күш-жігеріміз, жігеріміз аямай, бұнымен тәрбие бердік. Жақсы ақтіліктер тіледік. Соның бәрі бүгін қабыл болып тұр. Бүгінгі 20 жыл күтілген мектеп түлектері бүгінгі мереке тойлары құтты болсын, бақытты болыңдар, құрметті болыңдар, ойлаған арман мақсаттарын орындалай берсін. Әлі уақытта сіздер осындай дәрежеде қуанышпен қарсыласақ, біздер үлкен қуанышқа бөліне береміз. Сондықтан сіздер осындай әрбір 30 жасты қызықты ерліктарын көре берейік. Әлі уақытта осындай ақтөбелмен бір-бірімен жолдастық сыйластық арасындағы достықпен осындай ұстаздарды сыйлап, құрметтеп, осындай дәрежеге әкелгеннің өзі үлкен бақыт үшін. Сондықтан әр нәрсенің өзі әр бақыттың өзі реті бар, құдай бақыттың үлкен бір қуанышқа бөленіп отыр. Бақытты болыңдар, құрметті болыңдар, қай уақытта жүрсеңіздер несібелері мол болсын, өмірлерің ұзақ болсын, дендерің сау болсын. Әр уақытта осы қуанышты ағайлармен бірге осылай той-тойда жүре беріңіздер, талаптарыңыз мол болсын. Рахмет. Мұғалімдер ол 45 миллион ойланбай сөйлейді. Оны тыңдайтын құдайбашының өзіңіздің тілектеріңіз бар. Дегенмен біз енді арманай ақтекті жаңа айтып жатырмын ғой, өздеріңізбен бірге сырлас болған, өздеріңізбен құрдас болған, өздеріңізді үлкен биікке, үлкен шыңға бір жетелеген ақылшы ұстаз Қапар Болатбек мырзаның ақ тілегін қабыл алыңыздар.
рахмет. Құрметті менің шәкірттерім, мен осы оқып келген кезінде бұлар астауыштан баяндауышқа өткен кішкентай ғана балдар еді біздер. Менің классымда, мен бір классым, менің классымда 34 бала болды. Бізде 32 бала болды. Өйткені 22-сі қыз болды, 12-сі ер бала болды менің классымда. Одан кейін алғасында енді Абзал апай мен апайдарым болды сіздерде. Абзал апай сіздерде жетектеп шәкірттерде артынан Нұрлыбек ағай болды сіздерде. Одан кейін Қадим апай болды. Енді тышаға сөйлесін. Мен сіздер деп айтып жатырмын. Ол кезде мен тыныш шығасыңдар деген жоқ, мен кіріп келгенде бұлар уже пандада қалай отырғандарын өздері білетін шығар. Содан кейін диктатор болды, тиран болды. содан кейін екі баласы мен өзім былай қатар тәрбиелегендей болдым мен. Өйткені әсіресе ер балаларды. Абзал апай болды, одан кейін жаңағы ағай кетіп қалды, одан кейін Фатима апай болды. Енді сіздерге енді ер баланы тәрбиелеу қиындау болды да апайға. Сосын айтатын апайлар, ана классқа да кіріп былай, өйткені бұлар еш жылға келетін. Кетпен зап жетіп қойды алар, кетпен зап. Кетіп бұларға келіп мен қайта тәрбиелеймін. Бұлар ішіндегі неғыл дейміз, міне үлкен азамат болыңдар, бір үйдің шаңырағын ұстап, бала шағалы болып отырсыздар. Мен сол кезде бұларға айтатын, ертең өскеннен кейін бала шағалы боласыздар, естен күн өтпейді осылар. Ой, ағай қақтау өтпейді. Өзі табиғаттың заңы ғой ол. Өшесіздер, әрқайсының әр өздерінің оқыған, өздерінің қалаған егер мамандықтардың егесі болып отырсыздар. Нағымдайым сіз, бұлардың айтқан кезде мен бұлардың қызығы көп еді. Мен бұлармен мына мысалында көп үйретіп алдында. Ол кезде жаңағы колхоздың жұмысына жегетін бізді, колхоздың. Күрішке баратынбыз, жуатынмен сәбіз нетіретінбіз. Бірақ бір көбейдің өзі сол бір жаңағы жуамен қияр чек кететін да, жіберіп отырды. Бір қолында жуа, бір қолында қияр, бір қолында помидор. Әрбірін бір-бірінен істейді де, мен көбей не істеп отырсам салат қой дейді. Сөйтіп отырады міне. Одан кейін бір күні бір жаңа Ағынбек деген жерде осындай полевой стан бар. Сонда жататынбыз. Бұлар жұмысқа алып барады, екі класста. Дәріс істеп, болмаса жұмысты дұрыс істемей жатсам, кешкісін сендерге дискотека жоқ дейді. Магнитик ғой, үлкен дискотека. Сонымен жаңағы дискотекемен енді би десек, бұлар енді жаным жарады ма? Сол билеп, ағай туған жұмыс кетіп қой деп. Сол, бірақ жаңағы масақ дұрыс істемесе, бұларға мен билетпейтін. Бір күні бұлар қызықтаған ба білмейді. Бұлар темекі шеге көрмейді ондай. Бір күні темекі шекті ішке. Мен өзім темекі шекпеймін. Ішке кіріп келсем, темекінің есі шығып тұрды. Мына кім шекті мына темекіні? Ағай біз емес, мен кім шегеді ма? Қыздар ма шеккенсің? Жоқ, біз емес. Сөйтіп бір темекіні тауып алдым. Ал енді ол кезде жаңағы мастық болып қойған ішінде. Жатары отбойдан кейін ғой. Мынаған бәрі жұрттарға шақып берді бәрі. Қыздарға жатыңдар дедім. Күресеймін тұрдар дедім да бәрі. Маса деген іші қаптап келеді. Нағылмайсың. Соны жағалап жүріп қой. Қолдарын тықпа деймін масаны. Соны бір кезде біреу осы біле көмеген. Біреу жинап сұрап айтты, ағай біз нағыл дедік. Кешіріңіз деп сол. Сондай қыздар болып отыр ғой да. Нағыл деймін сендер. Міне сіздердің мынау ұйымшылдықтарын 10 жылдықты жасадыңыздар сіздер. Осы мына нелеріңмен, топтарыңмен, өздеріңнің мынау жұптарыңмен сол кездегі. Міне енді міне 10 жыл уақыт өтіпті. Қарап отырсақ. Өзі демдағайын ғой. Міне 20 жылдық жасап, өздерінің ұйымшылдықтарын білдіріп, алдия мектептеріне келіп, парталарына отырып, класстарыңды бағана іздеп класстарында болмай жүр. Сөйтіп ол біздің класс кітапхана болып кетіпті.
сол кітапхананың есігін ашқызып, бірақ іші көріп тұр балдар. Міне сондай нелер болып жатыр енді. Енді Құдай қаласа осындай 30 жылдықта кезде жұптарын жазылмасын. 30 жылдықта осы бала шағаларымен келіңдер, немерелерімен келіңдер. Нағыз сол, бақыт тілейді сендерге. Әрқашанда осылай әлемі Құдай денсаулық беріп, өсіп жүре беріңіздер. Айнек сөзсің енді келіп тұр енді, Айнек. Айнек атып көрген 20 жылдың кейін бір жүктің маңыздағыда. Райхан апай. Ана Айнекті кімді? Атасы естіп ба? Нағын деймін сен тағы? Уәде берем. Уәде берген рахмет. Дастархандар осыға кеңінен жайлы берсін. Құдай қаласа 30 жылдықта аман есен апайлармен, ағайлармен бұрынғы деректеріміз өзіміздің. Сонымен бірге кездесіп, осындай жерде тілек айтып өсіп тұра берейік. Заманымыз ашық болсын, бейбітшілік болсын. Жақсы, рахмет. Қошемет. Қалыптың шапалақтарыңыз. Рахмет. Демек шеккен адам кімді? Бәрін тұрыс үймен тұрғыз көрмедіңе, қазір тұрғыз көрмедіңіз. Болат Бекағай айтқан сияқты 30 жылдықтарын, 40 жылдықтарын, 50 жылдық бас қосуларын бола берсін. Несібелерің мол болсын, жаманшылықтарың жоқ болсын. Бұдан да бетер бақыттарың мен беделдерің елге сыйды көп болсын. Сол 50 жылдыққа бас қосқанда Болат Бек аяғын сүйреткен үлкен шал болсын деп қояды. Алла соған жеткізсін. Сол уақытта сол істермен осы істермен бірге болуымызға тілектес. Енді біздің ортамызда Райхан апайымыз бар. Енді ер азаматтың оның жолы бөлек қой. Сол шаңырақтың тірегі, сол шаңырақтың ақылшысы, шаңырағының иесі, бас иегесі, ақылшысы Кеудімжай ағамыз бір тілегін арнасын, қыздың апай жалғасына қабылдасаңыздар. Құрметті кешегі жас болса да бір азаматшыл болғанда менің білетінім сіздерді жобасында Райхан апайларыңыз енді қыз еді ғой, сіздер кішкентайсыздар. Сол кезде мен кеше шақырып дегенді естіп ұялғанмын, ойланғанмын. Онша көп еңбегім сіңген жоқ қой деп. Еңбек сіңген емес, жаңағыдай таныстырып, бастап беруді оңай жұмыс емес. Мен білетінім еді, бұлардың қасында жүрген. Мына сіздерге айтатын тілегім, Құдай онда жастардың ұзағынан болсын, балалшығы болыңдар, қыздарыңыз болашақта болсын, мен қысықты осындай қуанышқа жете беріңіздер, осы әскерді Құдай қабыл етсін. Алғанымен апайларыңыз. Енді апайды бізге еңбегі до конца сіңетін еді, сіз алып қашып кеттіңіз ба? Ол сіздің болмау қойды. Дұрыс айтады. Енді ең қиын кезеңде басынан өткерген өздеріңіздің барлықтарыңызға, биларыңызға шығып тұрып әдемі барлық 42 әріпті бойларыңызға сіңірген лағатты ұстаз Райхан апайымыздың ақтығын қабылдасаңыздар. Менің мемлекеттеріме оралды. Сол 30 жылдан бері осы жаққа өмірдің заңдылығымен жұмыс құрып кеттім. Бірақ осы бастауыш сыныпта жаңа айтып отырғаны рас, ұзақ еңбегім сіңген жоқ. Сонда да болса мен сол ең алғаш бастаған балаларымның мен түр тұлғасын ұмытқан жоқпын, іс қылығын ұмытқан жоқпын. Және де осы мектеп саласында, білім саласында мен Ләйла сияқты шәкірттерімен ара-тұра араласып, сөйлесіп, әңгімелесіп тұрамыз. Жалпы 30 жылдан бері менің басымда біраз өзгерістер болды. Жұмысқа шыққаннан кейін 2 балам бар. Олар тұрмыс құрды, немерем бар. Өзім қазір осы шақта, осы орталықта 70-ші Жанқожа Батыр атындағы мектепте қызмет етемін. Құдай қаласа 4 жылдан кейін зейнетке шығамын. Бүгін міне енді кешегін ауылда жоқ десек, жолдасыма хабарласып айтыпты, апай осындай жағдай көреді. Бүгін бізде де соңғы қоңырау болған кезде тағы да хабарласты балалар. Сондықтан мен сіздерді кішкене ғана аз да болса ұстаздық етсем де құрметтеп, шақырып жатқан құрметтеріңізге риза болып бүгін міне сіздердің орталарыңызда тұрмын. Енді менің есімде біраз балалар қалды. Енді ғайбетпен кейбір оқушылардың түрін танып шығамын, аты жөндерін,
кімнің баласы екенін сәл қарап қалыппын. 30 жылдан бері мен ауылда жүрген жоқпын ғой. Анда-санда ғана барамын. Енді жұмыс барысында болғандықтан тек барып шалып қайтамыз. Сондықтан кей кездерде ескере алмай жаңағы Жанай апайларымыздан мынау кім бала, мынау кім бала деп сұрап отырған жайым бар енді. Құрметті шәкірттер, үлкен азамат болдыңдар, әрқайсың бір-бірінің тірегі болдыңдар, балалы болдыңдар, шағалы болдыңдар. Осыны көрудің өзі ұстазға үлкен бір ғанибет. Ұстаз деген жүрегі әрқашанда бала сияқты болады. Оның бір айғағы жыл сайын біз медициналық тексеруден өткен кезде бір нәрсені түсінбесек қайта кіріп сұраймыз бала сияқты. Сонда бір дәрігер айтқан, осы ұстаздар тексеруден өткен кезде миымызды су қылып жібереді. Бір нәрсені түсінбесек, сол бала сияқты бала кейпімізде қайта кіріп, қайтадан ешіктеп сұрап, оны қайтадан түсіндіргенін қалап сөйтіп жататынбыз. Бұның өзі осы шәкірт тәрбиелегеннің арқасы. Енді менің есімде талай нәрселер қалды, бірақ соның ішінде ерекше мықты сақталғаны, әлі сауат ашпаған кезде Айнұргел Қасыма қолында бір жапырақ қағазы бар. Апай деді, сіз мені жақсы көресіз ба деді. Жақсы көремін дедім. Онда осы қағазға жазып беріңізші, мен үйге көрсетіп отырайын деп. Соны өзім оқи алмайды бірақ әлі. Дайырлық классы ол кезде. Содан Айнұр, мен сені қатты жақсы көремін жазып бердім. Сол қағазды көпке дейін үйіне көрсетіп, апай міне мені жақсы көремін деп жазып бер деп айтып жүр. Сол ұзақ уақытқа дейін ата-анасы келіп айтып жүр. Осы есімде ұзақ қатты сақталыпты. Сондықтан Айнұрдың іс-әрекетін көпке дейін мен ұмытқан жоқпын. Құрметті шәкірттер, біздің алдымыздан талай балалар шәкірттер өтіп жатыр. Бізге ұмыту заңдылық, сәл жаңылысу заңдылық, себебі мен 35 жыл жұмыс істеп тұр екенмін мұғалім қызметте. Сондықтан біздің алдымыздан сан мыңдаған шәкірттер өтті. Әрқайсысын өзінше есімізге сақтаймыз, ұмытпауға тырысамыз, бірақ жүрегімізде шәкіртке деген жақсы сезім, жылы сезім мәңгі қалады. Себебі ұстаздық деген қызмет, ол ең құрметті қызмет. Себебі біз өзімізді былай жұбатамыз таңертең тұрып келе жатқан кезде. Біздің мамандығымыз ең қиын, қызық мамандық. Себебі сенің жүгіріп алдыңнан оқушы шығады, әсіресе бастауыш сыныптың оқушылары. Келіп сөмкені көтереді, аяғына ұрады. Қазір мына Тәуіржан осы ауданда қызметте ғой. Жадашын баласы. Менің тіземнен келіп құшақтайтын, жібермей ұстап тұратын. Қазір сол мысалы тіземнен құшақтайтын қалай ойлайсың? Міне сонда сол баланың ақ адал жүрегі біздің мәңгі жүрегімізге нұр құяды, біздің көңілімізді алға жетелейді. Сондықтан ұстаз деген мінезі әрқилы болсын, қатты болсын, мен де қатты болдым. Қатты болсын, жұмсақ болсын, бірақ үнемі жүрегінде шәкіртке деген жылы сезімін ешқашан жоғалтпайтын адам, басқалардай емес. Барлығының жанына үңілетін адам, жақсын да, жаманын да, барлық қырын тани алатын адам. Сондықтан мен ұстаз болғаныма мақтанамын, және осындай шәкірттердің құрметтеп сыйлаған кезінде біздің төбеміз көкке екі елі жетпей қалады. Сол ауылдан кеткеннен кейін мен қазір жоғары сыныптарға беремін қазақ тілі әдебиетінен. Тек сол ауылда жүргенде ғана бастауыш сыныптарға бердім. Кейін жоғары білім бойынша мамандадым. Сондықтан ең қызық жоғары сыныптарда Жамбылат күшті айтып тұр. Қызықтардың ішінде. Сондықтан құрметті шәкірттер, үлкен азаматтар, азаматшалар, дендерің сау болсын, балаларың аман болсын, өсе беріңдер, өне беріңдер. Осы еліміздің мақтан тұтатын әр азаматы бола беріңдер. Шаңырақтарынан бақыт кетпесін, дастархандарынан молшылық кетпесін. Әрдайым біз тілекшіміз, 40 жылдыққа, 50 жылдыққа шақырса, аяққа сүйеніп барамыз. Ата-ана үйдегі 5 балаға немесе 10 балаға ата-ана болса, бұл ұстаздар қауымы әлемдегі бар балаға ата-ана ғой. Көрдіңіздер ме, кәдімгі ата-аналарымыздай мейірімін шуағын төгіп, мейірімін шашып, барлықтарыңызға тілекші болып, үлкен бір қияға қанат қағуларыңызға үлесеттігін тигізген Райхан апайымыздың жолы мәңгі ақ болсын деп бір қол соғып қоюға болатын шығар. Келесі, мен Райхан апайдан қабылдамауға шақырып, Райхан апайдың. Әрекеті. Апайымыз Ранай. Еген сияқты Ранай, көзден атқанмай құралай деп қойып. Ранай апым сөйлесе достары орнынан
жауаптың орнынан тұрамай, қалай епеға шапыдағы тұрамай деп қойышты. Намаз мырза, сіз жаңа сұлаппеңіз дұрыс қой. Иә, түсіндіріп айтасыз өзіңіз. Кешіріңіз. Дұрыс. Сонда жазып алу керек баста. Құрметті ұстаз туралы көптеген ойды айтамыз деп ойлаймын. Бітім болмысын, оның жүрек жәрдеміміздің сүйіспеншілігін сіздерге деген, елге деген барлығын атап өтті. Біз бұл шәкірттерді үш апай қабылдап алғанбыз. Баста бірінші сыныпта Нұрбек ағай. Айым деген апай болды, жұмыс берген мекенінде тұрады. Содан кейін мен, Айхан апай 3 класс болып бұлар бірінші сыныпқа қабылданған. Содан асынады бұлар вагон сыныптар болатын. Айым апай келе алмай қалды. Біз Айхан апай екеуміз сіздер шақырғаннан кейін келіп тұрмыз. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Мен Айхан апайым, менің ең бірінші еңбек жолымды бастаған, ең бірінші алғашқы ұстазбен кездегі менің шәкірттерім Нұрбақыт, Ашкүл, Әлімбек, Зарқа, Самалтай, сіздің бірні жерде Бек бар, Бота бар, Дархан бар. Көріп отырмын барлығы. Бір класстан аз не болды. Айхан апайдың класында, Айхан апайдың класында бөлмейді бірақ қойын, көшеде өзім шәкірттерім. Мене өзімнің бар білген білімімді, оқып білген білімімді осы шәкірттерге ең бірінші алғашқы адамды бастаймын. Өзімнің өнерімді де осы шәкірттермен бірге бөлісіп, Нұрбақыт бар, Дархан бар, бәріміз домбыра үйірмесін бастап бітпей олармен бірге отырып домбыра тартатынбыз. Мына Саман, Бико, сіздің бастарындағы Райхан, бәріміз отырда ашарады, қолдар бүйтіп айтатын өлеңдерді. Мен өзім орысша есімде қалыпты. Содан кейін бұлардың жүрек жайлы қуанышы папалары нәсия берсе, бәтеңкелерді шешіп жіберіп көрсетеді, нәсия бүгін менің папамда жаңа нәсия кетіп берді деп. Сол балалық ақылымның жүрегіммен, менің жүрегімде қалдыңдар, қазір үлкен азаматсыңдар, бір мекеме басқарып отырсыңдар, еңбектерің жана берсін. Үлкен болғаннан кейін мен осы бір 10 шақты жыл бұрын шаршаңдап жүрген кезінде Айым апайда оқыдым, еңбек. Содан кейін бөлімде бастадым, бір баламның жұмыстары болып, өз басым ауырып жүрген кезде алдымнан шықты. Ой, біздің Олдыш апайымыздың жұмыстарын бітіріп жіберді, Қазалыда бітіріп кетті. Ол жұмыс облысқа баратын болды. Қамалақтар жүр, облысқа бардым. Бір қатты қысылып жүрген кезде сөйтіп алдыма облысқа ауысып тағы еңбек шықты. Сөйтіп мен бір жақсы онда да апайым келді, өзім жақсы сезіндім. Балаларымның жалпы әйтеуір ұстазға деген құрметін түстім, біздің берген тәрбиеміздің нәтижелігін көрдім. Лейла өзімізбен бірге қызметтес, Самал бізбен бірге қызметтес, Қазалыда болса да, Ләззат бар өзімізбен бірге қызметтес болып келе жатқан. Барлықтар да жалпы бәрінде бір мекеменің басшылар, бір реттің отанасында, сондықтан азаматтықтарын арта берсін, еңбектері сау болсын, еңбектері жана берсін, мерейлері үстем болсын. Әрқашанда осы жаңағы 40 жылдықта, 30 жылдықта, 20 жылдықта аман есен, басымыз аман, бауырымыз бүтін болып кездесе берейік. Сол күнге кездескенше. Рахмет, ұстаздарымызға қабыл болсын, жұмыстарыңыздың жемісі мол болсын дейміз. Әрдайым бастарыңыздан бақ береке, думан шаттық береке, қуаныш отбасыларыңыздан ажырамасын. Осы тілектер сіздерді ұмытпай, жылда басқосуларыңыз көбейе берсін деген ниетіміз бар. Болатбек ағайымыздың айтқан тілегі қабыл болсын. 30 жылдық басқосу жалғасын таба берсін дейміз. Рахмет, енді ұстаздар орнына келсе, барлық тілектер орнымыздан тұрып, ұстаздар үшін ұстаздарға құрмет жасап, қолыңыздағы стаканын соғыстырып, бір жақсылап алып қоюларыңызға болады. Бұның үшін
Milletimizin işini bir kurdan tutardılar. Sana yapmıştı, öyle olan, bir çasak orada. Olmaz Ahmet Bey. Islandarsın. Islandarsın dostlar. Öyle. Dostlar, dostlar, sızın kalbime, bölgede koşarım. İskamsın olsun bayda, kimse hayır vermez. İskamsın